Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай жасалатын қатпарлы хаттама рецептімен бөлісемін. Құрамы барлық қыз-келіншектердің үйінен табылады, өте дәмді және өте оңай жасалады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Хаттаманы жасау үшін бізге ұн, жылы су, сұйық май және тұз қажет болады. Осы видеодағыдай қамырымызды жақсылап илейміз. Қамыр көлемін отбасы мүшелеріңіздің санына байланысты көбейтіп немесе азайта беруіңізге болады. Осындай әдемі жұмсақ қамырымыз дайын болды. 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Июі қанған қамырымызды осылай 3 бөлікке бөлдім. Жақсылап қамырымызды жайып алып, арасына сары майымызды ерітіп, сары май немесе тоң май қоссаңыздар да болады. Қалауыңыз бойынша арасына жуа немесе көкпияз, укроп қосып, әртүрлі салмамен жасауларыңызға болады. Мен бірінші қамырымды ешқандай салмасыз жасадым, өйткені балаларым ішінен теріп алып тастайды. Осылай рулет етіп орап, холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Өйткені арасындағы майы кішкене қатаю керек. Екінші қамырымды да жайып, арасына май жағып, мен бұл жолы көкпияз қосайын деп шештім. Көкпиязбен өте дәмді әрі тойымды болады. Жасамаған болсаңыздар жасап көріңіздер. Дәл осылай орап, бұны да холодильникке 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Осы қамырым 7 бөлік шықты менде. Осы 7 бөлікті жақсылап жайып, міне осылай әдемі болып шықты. Қамырларым біркелкі болып, осыны әдемілеп, орташа отта пісіріп аламыз. Бұл хаттаманы әсіресе таңғы асқа немесе түскі асқа дайындасаңыздар өте дәмді болады. Қараңыздар, өте әдемі, қатпарлы болып шыққан. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және бастысы менің каналыма тіркеліп алыңыздар.